Жыл басынан бері қанша жол көлік оқиғасы тіркелді? Қанша адам қаза тапты? Мал ұрлығына қатысты дерек тіркелді ме? Статистика алдамайды, сандар сөйлейді. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Көлік апатынан 70-тен астам адам көз жұмды. Атырау облысында жыл басынан бері 600-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Көлік апатынан 73 адам көз жұмып, 858 адам түрлі дене жарақатын алған. Апаттың көбі көліктегі жылдамдықты асыру, қарсы бағытқа шығу, маневр жасау ережелерін сақтамау салдарынан болған. Осы ретте жүргізушілерге осындай қайғылы оқиғаның әрқайсысымен орын алу мүмкін екендігін түсіндіру және алдын алу, жол көлік оқиғасының құрбандарын еске алу мақсатында Атырауда республикалық жол жүрісі қауіпсіздігі апталығы акциясы өткізілді. Акция аясында құзырлы орган өкілдері бірлесіп қала көшелерін арнайы қызметтік автокөліктермен аралап, жол қозғалысы қатысушыларының назарын аудару бағытында қызмет атқарды. Атырауда 27 мал ұрлығының беті ашылды. Тәртіп сақшылары үшін мал ұрлығымен күресу басты міндеттердің бірі. Қай кезде де өзекті әлеуметтік экономикалық мәселе ретінде қоғамда алаңдаушылық туғызып келеді. Атырауда жыл басынан бері мал ұрлығына қатысты 27 қылмыс ашылды. Есепті мерзімде ауыл шаруашылығы жануарларының еркін жайылымдардан қараусыз жүрген жерінен жоғалудың 27 фактісі тіркеліп, олар бойынша жоғалған 70-тен аса мал басы полициямен жүргізілген іздестіру шараларының нәтижесінде табылып, иелеріне қайтарылды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 408 бабымен, яғни ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзу бойынша 418 әкімшілік хаттама жасақталды. Бүгінде қарашаның 18 мен 20 аралығында мал ұрлығын алдын алуға, оларды жасауға қатысы бар адамдарды анықтауға бағытталған республика көлемінде мал ұрысы жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіледі. Айта кетейік, мал ұрлығынан тек материалдық шығындар келіп қана қоймайды, сонымен қатар қоғамдағы қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпте бұзылады. Қауіпсіз жол іс-шарасы кезінде 2000-нан астам дерек анықталды. Атырау облысы аумағында қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында қараша айында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Іс-шара басталғалы барлығы жол қозғалысы ережесін бұзудың 2184 құқық бұзушылық анықталып, 85 автокөлік арнаулы тұраққа қойылды. Оның ішінде белгіленген жүру жылдамдығын арттырудың 1010 дерегі, жол жүрісі қағидаларында көзделген жолаушыларды және жүктерді тасымалдау, қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану жөніндегі талаптарды сақтамаудың 224 дерегі, маневр жасау қағидаларын бұзудың 61 дерегі, жаяу жүргіншілердің және де жол жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі қағидаларын бұзған 161 жүргізуші жауапқа тартылды. Осы ретте атыраулық полицейлер жол ережесін қатаң сақтау керегін ескертеді.